жылағым келеді. Әке, шынымен де жаусың ау сен. Я бәріне мен кінәлімін ғой. Тек мен ғана жаманмын. Келін үйден қуып жіберген менмін, баланы қолына ұстатып, ал, мына баланы әкет дедім. Солай ма? Те баламнан да, кәрімнен де айырылып қалуым мүмкін. Әп сәтте. Өздерің дәлдегім санайсыңдар. Желекпелер құсап ұстаспақшысыңдар. Бұл қалжың көтермейтін мәселе. Бұдан бұлай бәріне өзің көрсен. Хулия, үлкен әңгіме шығып жүрмесін. Филизбен жағаласамын деп бірдеңе істеуші болма. Бірдеңе бола қалса бәрін өзім шешем. Бірдеңе бола қалса деймсің? Қыз енді жиі кездесеміз деді. Естімедің бе кәрім? Алдырмасын ба? Әрине. Бала шынымен де кәрімнен болса, алдырушы болмасын. Кәрімнен әрине. Ал. Мынау телефон нөмірім. Маған қайтсы де хабарласын. Және айт өзіне. Мені тыңдайтын болса, ешқашан өкінбейді. Жарайды. Босқа жүйкеңді жұқартпа. Басқа жаққа барамыз ба? Басқа жері құрып қалды ма? Білетін жерің болса? Білмеймін, қайдан білейін? Жан, сұқайлы! Мен бірдеңе түсінбедім. Біз мұнда шөп жейміз бе? Мұнда не жоқ па, ет жоқ па? Пысқаннан айтпайым. Немерелерімді үшін пысқаннан бақпайым. Құлыншағым қазір қонақ үйде жатыр. Ешкімі жоқтай. Әкесі бір жақта, анасы бір жақта.